тренингтің тақырыбы өте маңызды деп санаймыз. Бұл азаптау қылмыстары бойынша, яғни оның ішінде сотқа дейін тексеру кезінде күдікті немесе қорғау құқығы бар куә ретінде жауаптылық туралы қатысты. Басқа да қылмыстық іс бойынша қатысушыларға байланысты азаптау іс-әрекеттер бойынша өзекті мәселелер талқыланады. және біреуге тән немесе жаңа зардын келтіру ең үлкен қылмыс екенін барынша жеткізу, түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Бейнекамера орнатып қана қоймай, азаптаулар туралы деректерге төзбеушілік қағидасы қолданылды. Мұндай қызметкерлерді жаттамау және қорғамау. Басшы құрамға қарамағындағы қызметкерлердің азаптау қылмысын жасаған жағдайда тәртіптік немесе әкімшілік шараларды енгізу қажет.